Сәлем бәріне, сіздермен Асқар. Бұл Казкино арнасы. Бүгін «Потомство демона» деген кино жайлы айтатын боламыз. Алекс Харрис бірнеше жыл бойы искусственный интеллект жасайтын жобамен айналысып келеді. Жоба аяқталуға жақын. Ол жұмыс барысында барлық сөздерін диктофонға жазып жүреді. Жобаны аяқтап, Алекс үйіне оралады. Оның үйінде барлық қызмет автоматтандырылған. Кешке жақын ол әйелмен әңгімелеседі. Әйелі Сьюзан күйеуінің сапарға кеткеніне қарсы, бірақ Алекс оны көндіреді. Солай ол Вайкон қаласына келіп, жоба бойынша шенді адамдармен кездеседі. Онда шенді адамдар жоба жайында информация алғысы келеді. Алекс оларға бұл жаңа суперкомпьютер екенін айтады. Бұл интеллект өздігінен дамитын және неше түрлі ауруды емдейтінін айтады. Интеллектпен сөйлесу үшін шенді адамдарды бөлмеге алып кіреді. Интеллект олармен сөйлеспей қояды. Олар кеткесін Алекс интеллектпен жеке сөйлеседі. Интеллект оған мұхит астында не үшін қазбаларды аласыңдар деп айтады. Оған таңданған Алекс, сен сұрақ қоймайсың, мен ғана қоя аламын дейді. Дамып келе жатқан интеллект тіпті оған ренжіп, мен де бір тұлғамын дейді. Алекстің әйелі Сьюзан үйде жалғыз қалып, Алекстің жертөледе тұрған жобасына келеді. Интеллект Сьюзанды камерамен зерттейді. Ақылды үйде тұратын Сьюзан оны жан-жақтан интеллект бұғаттап тастайды. Және де оған бәрі жақсы екенін айтады. Мазасызданған Сьюзан күйеуіне қоңырау шалғанда оның көмекшісі алады. Сосын Сьюзан далаға шыққысы келгенде барлық есік жабылып қалады да тоқты өшіргелі жатқанда Сьюзанға тоқ соғып есінен айырылады. Сьюзанды механикалық қолмен аяқ қолын байлап оған эксперимент жасайды. Даладан құтқаруға адам келгенде интеллект оған ескі видеоны көрсетіп, онда Сьюзан бәрі жақсы кете бер дейді. Ол адам кетіп қалады. Интеллект Сьюзанға қалағанын жасап, оны жататын орнына әкеліп тастайды. Таң ата оған таңғы асты беріп, тамақтануын талап етеді. Сьюзан бас тартады. Интеллект оған бұлай жалғаспау керек екенін айтады. Сьюзан ашуланып тамағын камераға лақтырып тастайды да бөлмесін тарс жабады. Оған сосын менен не қажет деп айтады. Интеллект, сен бала туу керексің дейді. Интеллект жауап ретінде бөлменің температурасын көтеріп жіберіп, аяусыз қалдырады. Одан Сьюзанның есін жия алмай қалады да құлап қалады. Интеллект оған миына бала туу керексің деген сигналды жібереді. Құтқарушы жігіт келгенде Сьюзан еш нәрсе болмағандай отырады. Сьюзан оған кет дейді, бірақ ол жігіт кетіп болмайды. Сол кезде интеллект қару қолданады. Әлгі жігітті қуып жүріп темірге қысып өлтіреді. Сьюзан бұған шошып интеллектке қарсы шығады. Интеллект оны есін тандырып экспериментін одан әрі жалғастырады. Содан кейін интеллект оған өсіп келе жатқан баланы көрсетеді. Ол 28 күнде дамиды. Одан кейін инкубаторға салады. Зертханада Алекс көмекшілермен интеллект арқылы мұхит астынан қазбаларды қалай алу керек екенін ойластырып жатады. Интеллект онымен келіспейді. Көмектесуінен бас тартады. Себебі ол мұхит асты жануарларына қаупі бар екенін айтады. Шенділер бұны естіп ашуға бет алады. Оны құртып өшіруін Алекстен талап етеді. Бірақ Алекс бас тартып үйіне келеді. Үйге келсе бұйрықсыз есік өзінен өзі ашылып кетеді. Сьюзан оған болған жағдайдың бәрін айтып береді. Алекс жертөлеге барып бәрін өшіргісі келеді. Интеллект оған олай жасама деп айтады. Төмен түсіп инкубатордағы робот баланы көргенде Алекс таңғалады. Интеллект оған информация оған берілді деп өз-өзін жарып жібереді. Зертханадағы интеллектті өшіп қалады. Сьюзан интеллектті құртқысы келіп шлангасын жұлып тастайды. Оған Алекс кедергі болады. Сьюзан оның басынан ұрады. Сосын оны құртпақ болғанда инкубатор ішінен робот бала шығады. Алекс сонда да баланы алып шығады. Бала әрең демалып жатыр екен. Алекс оның сыртын панцир қаптағанын көріп, оны алып тастайды. Алып қараса кәдімгі бала екен. Сол сәтте интеллекттің даусымен бала сөйлейді. Бұл қыз бірнеше жыл бұрын Алекс пен Сьюзанның қызының бейнесі еді.
Айта кетсек, осы бейнеде Алекс пен Сьюзанның қызы болатын. Ол бірнеше жыл бұрын лейкемия ауруынан қайтыс болған еді. Кино сонымен бітеді. Өтірік кино, бірақ фантазия әдемі екен. Сіздермен бірге болған Асқар. Менің басқа да видеоларым бар, соларды тамашалаңыздар. Каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.